жақыннан бері мына екі сөздің айырмашылығы қызық болып жүр. Олардың бірі өздеріңіз білетіндей tease, әзілдеу, ал екіншісі bully, мазақтау, кемсіту. Tease бұл достардың арасында, яғни әзілдеу, қалжыңдау, көңіл көтеру, дос табу деген мақсатында қолданыла береді. Ол бірақ екінші адам ұнамаса, ол тоқталады. Ал bully бұл басынан бастап біреуді ренжіту мақсатында қолданылады. Ол достардың арасында қолданылмайды. Bully қарапайым tease'дің өзі жаман мағынада қолданылса, ол ары қарай bully'ға айналып кетеді. Яғни жақсы мағынада tease, әзілдеу, қалжыңдау, ал жаман мағынада bully, мазақтау, кемсіту. Мысал келтірейік. They usually tease each other and laugh it off. Олар әдетте бір-бірімен әзілдеседі, қалжыңдасады. Ал екінші bully'ға мысал, a hoodlum bullied other children in the room. Бұзақы бөлмедегі басқа балаларды мазақтады. Кемсітті деген секілді мағынада. Мына айырмашылық осыда. Сол үшін осылай қолданасыздар. Мен арнама жазылыңыздар.